Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін хит пирогтардың бірі өте тәтті, дәмді, кереметтей восточный пирогтың жасалу жолымен бөлісемін. Әрі пирогымыздың жасалу жолы өте оңай. Ең алдымен пирогымыздың тестасын әзірлейміз. Ұнымызды електен өткізіп аламыз. Ұнымыздың үстінен үй температурасына тұрған сары майымызды қосып, ұнымыз бен сары майымызды жақсылап араластырып отырып крошка жасап аламыз. Осылай крошка жасап алдым. Үстінен разрыхитель қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алдым. Шекеріміз бен жұмыртқамызды бірден үстінен қосып, қамырымызды елесеңіздер болады. Бірақ мен шекеріміз ерігенше, шекері мен жұмыртқамды алып, жақсылап араластырып, шекеріміз ерігенше осылай жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамыз бен шекеріміз осылай жақсылап араластырып алдым. Шекеріміз ерігенше дайындап алған крошкамыздың ортасына құйып, тестамызды біріктіре отырып, қамырымызды илеп аламыз. Қатты күш салмай, басы біріксе болды. Бізде песочный теста болады. Пирогымыздың тестасы. Осылай қамырымыздың басын біріктіріп илеп алдық. Илеп алған қамырымызды осылай бір келкі қылып илеп алдық. Енді пакетімізге салып, қамырымызды тоңазғышқа 15-20 минутқа демалдыруға қойып қоямыз. Тестамыз дайын. Енді салмамызды әзірлейміз. Салмамызға өздеріңіздің не ұнатасыздар соны қоссаңыздар болады. Мен осылай өріктерімді, мейіздерімді алдын ала жуып, кептіріп, осылай өріктерімді турап алдым. Мейіздерімнің де ортасынан бөліп турап қостым. Бұл міндетті емес, турамасаңыздар да болады. Осылай мейіздерімді турап алдық. Енді дәнектерімізді де турап қостым. Дәнексінде осылай екі түрлі дәнек және жаңғақ қостым. Өте тәтті әрі дәмді болып шығады пирогымыз. Осылай барлық жаңғақтарымызды, дәнектерімізді турап қостым. Әрі әдемі көрінеді, әрі жегенге де өте ыңғайлы. Осылай дәнектерімізді турап алдық. Салмамыздың заттарын барлығын дайындап алдық осылай турап. Енді формамызды аламыз. Формамызды алып, пергамент қағазын астына төсейміз. Осылай пергамент қағазын төсеп алдым. Енді тоңазғышта тұрған қамырымызды алып, формамызға барлық жеріне осылай жайып шығамыз қамырымызды. Шет-шетіне бортик шығара отырып, шет-шетіне бортик шығара отырып жайып алдық формамызға. Енді құрамында тестамыздың разрыхитель қопсытқыш болғандықтан осылай тесіп шықтым. Вилкамызбен турап дайындап алған салмамызды осылай қамырымыздың үстінен салып шығамыз. Осылай турап алған дәнектерімді де қосып шықтым. Өте тәтті болып шығады бұл пирог. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай мейізімізді және дәнегімізді салып алдым. Енді бізге сгущенка керек. Мен осылай три желанияның сгущенкасын пайдаландым. Үстінен сгущенкамызды құямыз. Пешімізді алдын ала қыздыруға қойып қоямыз. Осылай сгущенкамды құйып алдым. Енді қызып тұрған пешімізде 180 градуста 20-25 минутта пісіп шығады. Пирогымыз осылай әдемі болып шығады. Осылай пирогымыз пісіп шықты. Пирогымыз суығасын барып формамыздан шығарамыз. Осылай формамдан шығардым. Өте биік әрі дәмді болып шығады.
осымен кереметтей воздушный пирогымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ортасын кесіп те көрсетіп жатырмын. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Осылай ортасы өте әдемі болып шығады. Сіздермен бірге болған Таңжарқын, қош сау болыңыздар.